бір маңызды тақырыпты көтерейін деп едім. Қазақ тілі туралы. Мінекей мынандай хейтерлар көп. Қазір міне біреу қазақ тілін үйренем десе, содан бейне жазбалар жаза бастаса, қазақ тілін қатты меңгермей тұрып, кішкене тілі келмесе де соларға, ей, қазақша білмесең, дұрыстап сөйлей алмасаң, орысша сөйлей бер ары қарай деген секілді. Сол хейтерларға көп айтарым. Өздері түсініп отырған шығармын, ол өздеріңіздің надандықтарыңызды білдіріп жатсыздар. Міне Тәңір бергенді білесіздер ғой. Орысша бейнелі жазбалар жазады, сосын соңында қазақша жазып жүруші еді. Бәрі хейт етеді, мінекей шығып айтып жатыр. Мен енді қазақ тілін нетпеймін дейді. Конкретно сөздер айтып тастаған ғой. Ол ғана емес, жетеді бізде ондай хейттер. Атып шығасыңдар, мәңкүрттер деп, сендер мәңкүрт емессіңдер. Ал не істеп жатсыңдар сендер қоғамға жақсартатындай қазақ тілімізді, жай хейттен басқа? Не істеп жатсыңдар? Ештеңе істеп жатқан жоқсыңдар. Сол үшін де кішкене бірдеме айтқан кезде ойланып айтыңыздар. Қазақ тілін үйренеміз деп жүрген мен сияқты адам, мінекей, мен өмір бойы орысша оқығам. Қазір қазақша бірдеме жазып кішкене қате жіберсем болды. Сен бүйтпе, сөйтпе, сенікі дұрыс емес деп. Әрбір кішкентай бір сөзге, бір анандай слогтарды соған тиісіп, не деген адамдық деймін. Анау нені қарасаң, басқа мемлекеттерді қарасаң, сол жақта біреулер барып тілі келмесе де бар ғой, әйтеуір біздің тілімізді жаттап жатыр, айтып жатыр деп бар ғой, қолпаштап. Сендер керісінше сол үйреніп жатқан адамдарға, міне дұрыс, мынаны үйреніңдер деп айтудың орнына, ойбай, мәңкүрттер, білмейсіңдер деп. Сол үшін де айтарым, қазақ елі, бөлінбейік. Анау мәңкүрт, анау қазақша білмейді, анау орыс құл, анау тағы да бірдеменің құлы деген секілді. Біз бір қазақпыз. Қазақ тілін меңгерейік, бәріміз бірігіп, үстіге көтерейік. Қазақ тілімізді биікке көтерейік. Солай ғана біз дамимыз. Қазақ тілін үстіге көтеріп, өзіміздің ДНК-мызды, генетический кодымызды. Пауза. Қатты айтсам айып етпеңіздер. Ол енді шындық. Пікірлеріңізді қалдырыңыз.